Біріншісі бей-жай қалдырмайды. Өйткені біз халықпен тығыз байланыстымыз. Біздің қабылдауымызға келіп отырған адамдардан сол халыққа қалай қызмет етіп отырғаны, халықтың бүгінгі осы құжат заңдастыру жөнінде әсіресе мен депутат болып түскен 14-ші округ, ол жартысы Әуезов ауданы, жартысы Алатау ауданы. Алатау ауданының барлығы мені осы жаңағы бей-жай қалдырған жоқ, сондықтан осы мынау қоғамдық орындардан құрылған комиссияға кірген едім мен. Және салыстырып көру мақсатында осы аудандардағы қызмет көрсету орталығының жұмыстарының қай дәрежеде болып жатқандығы жөнінде өзі ең бірінші 5 жыл бұрын басталған Түркістан районында. Содан бері жаңағы ауданда саны 7-ге жетіп отыр бүгінгі күні. Алғаш жаңағы мен ойлаймын, бұл жаңағы жұмыс істеуді 5 жыл ішінде деп жаңағы дұрыс өзінің жұмысын дұрыс құрған жөнінде негізінде ақтап келе жатыр деп ойлаймын. Бірақ жақында жаңағы жеке куәлік ауыстырып, жеке сәйкестірген нөмірді алу үшін үлкен кезек болғаны мәлім. Әсіресе Алатау ауданында сол кезде делдалдар көп жұмыс істеп кетті. Біздерге келіп сол кезде шағымдар көп түсті. Жетісу ауданында, басқа аудандарда да, әсіресе Жетісу ауданында бақылауға алып отырған депутаттар Қала Сейілбек Машаевич, бүгін кешеден ол кісімен де сөйлестім, басқа депутаттармен де сөйлестім. Өйткені бұл жаңа Қасимова дұрыс айтты, бұл жаңа мемлекеттің халыққа қызмет көрсетуінің бұл бір жаңағы халықтың мемлекетке деген жаңағы сенімін, соның көрсетудің бір жолы деп. Мен кезде міне жаңа айтып кетті, жалпы Алатау ауданы деген Әуезов ауданындағы ең осы халыққа қызмет көрсету орталығындағы жұмыс кішкене қиындау сол ауданда деп ойлаймын, басқа ауданмен салыстырғанда. Әуезов ауданында қалқаман, қалқамандағы өздерінің үйін заңдастыру жөніндегі, үй құжаттарын заңдастыру жөніндегі ең бір басты мәселе. Алатау ауданында ол бүкіл мынау үйлер заңдастырылмаған үйдің барлығы. Мен 99 жылдан бері депутат болып келе жатырмын. Және көпбалалы отбасылардың төрайымы болғаннан кейін осы ең басты мәселе сол үйді заңдастырмағандықтан осыдан барып бәріміз шығады. Жаңағы олар жәрдемақы ала алмайды, одан кейін жаңағы зейнетақы ала алмайды. Сондықтан Алатау ауданының жұмысы мен Әуезов ауданының жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысы өте ауыр екендігі басқамен салыстырғанда оларға көп көңіл бөлуді қажет етеді. Мен бір байқағаным депутат ретінде. Яғни мен жалғыз ғана депутат емеспін ғой, мен де осы кейде өзімнің жұмысыммен осы қаланың тұрғыны болғаннан кейін барамын. Ендеше Бостандық районына осы өте бір сырттан қарап, өте сіздердің райондарыңыз өзіңіз қазір қалай отырсыз, сондай жаңағы өте бір келеңсіз, сондай бір жұмыстарында мәдениеттің кішкене төмендігі өте байқағаным. Одан кейін маған жаңа депутат ретінде өзінің көзім жеткен Әуезов пен Алатау екеуі бірге болды. Сол кезде өте қиын болды. Қазір Әуезов бөлек отыр, арендада отыр қазір. Дегенмен жұмыс жақсы жолға қойылған. Арендада отырған кезде оның жаңағы қазіргі отырған жерлерінде жұмыс істеуге мүмкіндік, жаңағы өздерінің техникалық жағынан мүмкіндік, оларға жаңағы көп жағдайында өздеріне сәйкес бола бермейді. Соған қарамастан халыққа қызмет көрсету Әуезов ауданында өте жақсы жолға қойылған. Соған қарағанда егер жақсы жұмыс істейін десе, өзінің қызметін жақсы көретін болса, қызметкер егер қызмет жақсы жолға қойылған болса, мен ойлаймын, кейде ол тіпті ақша жалақының аздығына да қарамайды. Жалақының аздығы дұрыс көтеріліп жатыр, көтерілетін шығар, біздер депутаттар ретінде көтереміз бұл мәселені. Дегенмен енді ол жұмыспен атты жұмыс қой, менің жалақым көп, менің жалақым аз деп бүгінгі жұмысты қарамай қоюға болмайды. Дегенмен соған қарамай, осы халыққа қызмет орталығында қызметкерлердің жетпей жатуы кездеспейді. Керісінше сол жерде жұмысқа тұрам дегендер көп, бір байқағаны. Дегенмен ақшасыз болса да, бұл үлкен мектеп деп ойлаймын, сондай жұмыс істеген адамға.
жерде алып кетіледі деп ойлаймын. Одан кейін менің тағы бір байқағаным осы қызметкерлердің бір маған көп келетін жаңағы жасайтын адамдардың жаңағы шағымдары бойынша білетінім, қарағанда үстірт қарайды да, мына құжатты алып келіңіз дейді. Ол жүгіріп барып оны алып келеді, ол құжатты содан қайта қарайды да, енді мына құжатыңыз жетпейді екен, екінші құжатыңыз дейді. Тағы айналады. Сосын осыны жаңағы білгір, білікті мамандар, жаңағы адамдарды ары бері жүгіртпей, соны жаңағы гаспы бар, бірдей солардың жұмыстарын жасайтын адамдар ол жерде қалай бірлесіп, соның барлығын біліп, халыққа соны жаңағы қарапайым тілмен жеткізіп, соның қалай баруын жаңағы юридический дейміз ғой, жаңағы жағынан көрсетіп отырса, сол жақсы болады. Дегенмен халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысы біраз жақсарып қалды. Адамдар үйренді, әр жаққа жүгірмейді, бәрі сол жерге барады. Содан оның керек екендігі бізге бүгінгі таңда, сосын адамдарға ыңғайлы екендігі, құжаттарын дұрыстау үшін оның жаңағы маңызды екендігіне оған әңгіме жоқ. Дегенмен, бірақ мен қазірде айтып отырмын, осы жерде осы өкілдер отырғандықтан бұл қызметті жақсарту әлі жақсартуды керек ететін әлі жақтар бар. Мына өз ауданда жаңағы құрылыс басталды. Бұл құрылыс жаңағы Медеу ауданында көрдік, мен бірге барып көрдім сіздермен бірге. Медеу ауданында маған өте ұнады. Жаңағы бөлек адамдарға қолай жағдай жасалған, адамдар шаршайды ғой, күні бойы үлкен кісілер барады ғой. Жаңағы зейнеткер адамдар барады ғой. Сонда түрегеп тұрмай, сонда отырып, жаңағы қызмет істеуге жағдай жасалған екен. Сол енді басқаларға үлгі болып, осы бүгінгі жиын, бүгінгі айтылған мәселелер, бүгінгі ақылдасу, бірлесіп отырып, ертеңгі халыққа қызмет ету орталығының жұмысын